Қашайын деп атқан жоқпыз ғой. Хотя үйімізде тұрайық та. Аға, ренжімеңіз. Оны біз шешпейміз, оны сот шешеді. Енді не істейміз, далада қаламыз ба сонда? Қасым сабыр сақташ. Айтып тұр ғой, сот процесінен кейін береміз деп. Дұрыс айтады, сәл сабыр сақтаңыз. Біз жай ғана жұмысымыз істеп жатырық аға. Бопты, жарайды. Сот қашан? Ең алдымен сіздерді алдап кеткен бухгалтерді табамыз. Одан кейін жігіттермен расследование жасаймыз. Сосын барлығы нормально болуы мүмкін. Мына жерге қол қойып жіберіңіз. Арсен. Не бұл? Жүріңіз сыртқа қарай шығып көрсетіп түсіндірейін. Сумкаларын аласаңыздар, жүріңіз сыртқа шығайық, жүріңіздер. Қазір бәрін түсіндіріп берем сізге. Так, Қасым Серікұлы, мына жерге қол қою керек болады. Мынауың не? Подписка о невыезде. Яғни шетелге шығуға болмайды деген құжат. Сен қатырдың ғой, қақтығы шетел? Шотың бәрін арестқа қойын еместіңдер ма? Қасым Серікұлы, бізде уақыт жоқ, сізбен мына жерде сөйлесіп тұратын. Қол қойыңыз, кету керек. Үйдің кілті сізде ғой, бересеңіз. Жол толмаңдар. Жақсы, бір дана сізде қалады, экземпляры, ручка менде. Рахмет, аман болыңыздар, күліп жүріңіздер. Рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Жаным, не істейміз? Таңғас ішеміз. Мына қатырды ғой, қайдағы таңғас? Үйден айырылдық. Машинеден айырылдық. Сен дым ойланбайды екенсің, Ойланғанда не өзгереді? Кеттік жүр. Ұста чемоданды. Мира қатырдың ғой сен. Екі жарты ғұмыры тегі кетті құбылда айналып жүр басымда. Мадина, жаным, привет, қалайсың? Бізде наконец-то ремонт бітті. Ертең штаттан келгенде сендерді таңғалдырайын деп жатырмын. В общем, қара, бізде мына жерде кухня. Вот, мына жерде бізде печка болайын деп жатыр. Термомикс, посудомойка. Сосын бұйырса мына жерде двухкамерный холодильник болады. Мына жерде бізде люстра, мына жерде пока құрып бітпедік люстраны. Мына жерде бізде штор болайын деп жатыр. По своим меркам дизайнерские шторы. Вот тут у нас будет телевизор. Вообще ремонт болмай тұрып, мына үйді алғанда кішкентай сияқты болған. Қазір вообще үлкен қараш. Как красиво. Бізде, в общем, жаңалық осы. Сендерде қандай жаңалық? Сендерді Қазақстанда күтіп жатыр. Тезірек келіңдер. Бол, давай, бітірейікші ма? Қайреке, братан! Бәрін до мелочи пландап қойғансың ғой. Чо, басқа қағаз таппай қалдың ба? Братан, енді ойым ойлап тұрды да қолым жазып еді, тапқан қағазым болсын. Ол емес маңызды. Тыңдашы, братан. Братан, екеуміз бастық боламыз. Ол үшін Инстаграм ашу керек, таргетке салу керек. Анда таратамыз, сосын өзіміз сияқты бар ғой. Ремонт, бригаду, пафо деп жазып қоямыз. Түсінесің ба? Барлығына. Жар жіберетін бригада, да? Жар жіберу керек қой. И 2-3 бізге не табу керек өзіміз сияқты бригада. Ол не үшін де? Не үшін? Ойла, қаладан 2-3 объектіні бірге ұстаймыз. Сосын бар ғой, қаладағы барлық строительный магазиндермен келісеміз. Сосын біз оларға клиент тауып береміз. Одан 5% алып отырамыз. Міне бәрі жазылған, көріп отырсың ғой, братан. Одан кейін клиенттардың бәріне строительный заттар, диван, қырт-шырт бәрін әкелеміз. Болды, олар дайын үйге кіреді. Міне идея, бизнес планыңыз. Идеально бар ғой, идеально. Осының бәрі тура, жаңа қалай аузыңнан шықты, тура бар ғой, осы өмірде де солай болса, красавчик деп айтушы еді. Братан, елдің бәрі жасап жатыр ғой. Тоқтасай, тыңдасай мені. Алдымен соңға барасың. Соңға барып, ИП ашасың. ИП ашқаннан кейін налог төлейсің. Налог төлемесең, штрафың шығады. И так налогтың бәрін төлеп жүрміз ғой, штрафпен қоса, далада. Сонда аналарға жұмыс істеп жүреміз енді? Братан, бастап кетейік та, дәлші-бөлші көреміз ғой. Қойшы болды, давай, осы жұмысымыз істей берейікші болды. Братан, дәл осы жұмыс қой, мен официально деп жатырмын. Ақша көп табамыз. Сенікі дұрыс. Короче, бітесің. Шықшы былай, ваннадан, тура ана жерде. Затиркамен жүргеш. Бітірейік та енді шығайық та уже. Бір нәрсе айтса артқа тартып, братан. Ертең өзім ашам осыны кейін мен байып кетіп жатсам, маған хабарласып, братан. Давай, жүгіріп барам ғой, если что.
вообще хабарласып беремін. Молодец, мына жердің бәрі болды. Мына былай. Давай. Қорқпа. Давай. Хоп, стоп. Ассалаумағалейкум. Асетия, қалың қалай? Осы сендер не жеп пысық болып жүрсіңдер, Құтты болсын, бауырым. Ой, рахмет, брат, рахмет үлкен. Жұлдыз қайда? Үйде ғой, брат. Білмейді ғой машина алғанды, сюрприз ғой. Қош, серьезно ма не? Иә? Потом еще берейін деп отқанда келсе, жаныма поддержка болып, видеоға түсіріп, сатысқа салатын контент болсын да. Жоқ, келеміз ғой, конечно, көмектесеміз ғой. Кеше ғана үйге жинап жатқан сияқты едің ғой? Енді бүгін машина алып жатсың. Иә, өткенде Жұлдыз ремонтқа деп машинасын сатып жүрді ғой. Соң қалғаны ақша қостым да, рассрочка болдым нан. Тұрыс, конечно, ертең қиналып қалмасаңдар болды, әйтеуір. Бір жерін жыртылып, айырып, инфаркт болып. Ертең ипотеканы төлей алмай, үйді алып қойып жүрмейік. Иә, брат, айырып жұмыс сеніп тұр, қой примерно. Ойлаймын да, қайындашқа тұрған 5 жыл просто кетті деп. Сразу қорықпай, бөлек шыға салу керек еді. Конечно. Все, еще көмек керек болса, шақыр. Смело ғой, білесің ғой бізді. Все, брат, звондаймын, берейін деп отқанда обязательно кел, иә? Все, хорошо. Давайте. Осылар не жеп пысық боп жүр? Әйтеуір өзіміз 10 мың теңгені алсақ кредитке жанымыз шығып кетеді ғой. Ақыр рассрочкаға отыр екен, джип алмаймыз сразу же. Китайский де шығыр еще. Бөкеш. Болмайды, жұмыс табу керек. Болды қой мына жақтың бәрін үш. Братан, айттым ғой саған Инстаграм ашайықшы, фотомызды салайықшы, реклама жасап, таргет жіберейікші, братан. Қой шоң, ұзақ шаруа ғой. Баяғыдан да объявление бере салайық подъездің алдына. Болды ғой. Қарсыға сен өмір тыңдамайсың бар ғой адамды. Не болды? Екіде бір болып, қашаннан бері айтып келе жатырмын, братан. Объявлениесін ес, қашан көрдің сен объявлениені соңғы рет? Чего? Қайдан? Подъездің алдында. Не деп тұр? Продам кошку деп тұрған, по-моему. Братан, өзің біл. Мен өз идеяма сенем, өзім осын жасайым. Бүгін осы үйді бітірейік, сосын все, екеуміз екі жаққа кетейікші, братан, болды. Дұрыс, молодец. Ана затиркаңды бітші алдың. Давай, уақыт өтіп отыршы. Мира, жақсы гостиница снимать етіп қояйық. Пока там поживем, одан кейін қыздарға ештеңе айтпай қой, уайымдап қалар. Құтардан ұят болады. Гостиницаның не керегі бар? Күйеу балаң үй бар емес па? Осы жерден тоқта айналайын. Қой. Не болды? Үлкен адамдар, бәрін ашық айтайық. Ұят несі бар? Ештеңе ұрлаған жоқсың. Әлде шынымен өтірік алдап налог төлемей қойдың ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Білесің ғой мен тап-таза екенімді. Енді отырған не бар екен? Какиіс айтамыз балаларға. Мира, жаным ау, қараш, жасым 50-ге таяқ қалды. Сонда қалай? Үйің жоқ, жұрттар не дейді? Жұрт дей берсін. Жұрттың сөзіне қарасың, аш-жалаңаш қаласың, білесің ба? Дым мән беріп керек емес. Жігіттер, көмектерің керек. Асетжан, ремонттың бәрін бүттік қой, тағы бірдеңке тасу керек па не енді? Ештеңе тасымау керек, бәрі нормально. Просто көмектерің керек болып отыр. Бөкен? А че сен настроен жоқ? Нормально. Сендерді қимай сол жүрегі ауырып, қайтқысы келмей жүр ғой. Мен де сол айтайын десем бар ғой. Шын ниетпен айта алмаймын да просто. В общем, көмектесіңдер ғой, Иә, смело. Все, кеттік. Бөкен. Бөкен. Бөгеш, жүрші енді. Жүрші. Қойшын, болды, не? Мира, ұстап тұрсың ба? Қасым, бол енді ауырсын. Давай, жібер. Жібер. О, міндің ба? Иә. Ойбай. Байқашы, абайла. Енді ашықты. Абайла секір. Опа. Ашыстың. Көршілеріне болмасын. Соттың қашан болатын да білмейміз. Білмеймін, тез тауылса дұрыс болатын еді. Мира, былай.
осында қалайын, үйді күзетейін. Керісін суық болады. Сен Жұлдыздың жанында 1-2 күн бол. Мен бірдеңесін шешермін. Сен бармайын деп тұрсың ба? Жоқ, бармаймын. Сен бармаса мен де бармаймын. Тоңсақ бірге тоңамыз. Қасында боламын. Кетпейім. Мира, не деген қырсықсың? Барсай қыздың жанына. Бармаймын. Ақырын кет. Аш, аха. Аш есік. Блин, Жан, капец интересно. Не деп ойлайсың, Жан? Телевизор? Жоқ. Стиральная машина, да, Жан? Жоқ. Диван ба, Жан? Диван, как раз бізде диван жоқ қой. Диван, да? Жоқ, вообще ондай емес. Онда, Жан, печка ғой, печка. Точно печка. Жоқ, в общем, Жан, таппадың. Дайынсың ба? Иә. Давай. 1, 2, 3. Сюрприз! Жан, серьезно? Пранк емес па мынау? Жоқ ей, Жан, қайда пранк? Машинаң құтты болсын, жаным-ау. Серьезно, да? Аха. Сен лайықтысың оған. Жан, зачем надо было? Ипотека жаппадық па лучше? Жаным-ау, сен оған лайықтысың. Рахмет, маған шыдап жүргеніне, маған көніп жүргеніне, сен поддержкаңа рахмет. Жан, сен поддержкаң болмаса, может, мен осыған жетпейтін шығармын. Рахмет саған. Рахмет, Жан. Болды, бар, көрсей машинамды. Сенің новый машина ғой. От души. Рахмет, жігіттер. Осетия, боже мой. Скорик. Молодцы. Молодцы. Жақалай. Бөгеш, тоқтай тұршы. Бағана сен не айтқың келгенді түсініп қойдың. Бөгеш, Асет пен Жұлдызға қарап, өз семьямды есіме салып, жүрегім ауырып кетті. Білем, сені де түсінем. Осының бәрі семьям үшін ғой. Сен үшін. Енді осындай болып қалады деп мен ойлаған емеспін. Жаман ойым болған жоқ. Түсінші соны. Братан, если честно, мен де шаршап кеттім. Әркімге өтірік айтуға. Шаң болып жүрді. Братан, түсінесің бе? Менде семьяма ақша жоқ деп айтудан басқа ештеңе айта алмаймын, братан. Себебі бәрін көтіне керісінше жасаймыз. Өкеш, бәрі жақсы болады. Ашайықшы, компаниямызды ашайықшы. Мы сможем это сделать. Давай, братан. Давай докажемся. Артыр, Жан, артыр. Әкел. Не болып кетті күн мен түнім ауысып кеткенімді кешіріп ауышып болды қойдым дегенмен пайда жоқ Сізлер деп енді мен өзім бастап жіберейін, тост айтып жіберейік, жұмысеңіздер. қала берем Ал, достарыммен бәрекелді, Әсет, Жұлдыз, қоныстарың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, осы үй тек қана қуанышқа толы болсын. Осындай биік шыңдардан көріне беріңдер. Әр жыл сайын осындай квартира бола берсін сендерде. Амин. Енді менен сендерге бір стиральный машина болсын. Рахмет. Құтты болсын. Красавчик, продам, молодец. Енді Әсет, Жұлдыз, мен сендерге от души жасап бердік қой, ремонт айтқандағыдай ше. Қараңдаршы, атау подвайт етпей бәрін. Ой, еті міндетсініп айтпай ақ қойшы. Құрсын артынан жүгіріп әрең істеттім ғой. Бірақ соған да шүкір, Ал, Асеке, Жаке, сіздер бізге ренжімеңіздер. Енді басында кішкене непоняткілер болды, білеміз. Бірақ біз Қаршыға екеуміз достойын жігіттерміз, негізі, ровный. Честно айтайын, басынан негізі обида болды. Бірақ қазір уже бәрін ұмытты. Неге? Енді менде үй бар, машина бар, Құдайға шүкір. Сендер керек емессіңдер ғой маған. Күлкілмес пе?
жанар қойшы. Машина алып бердім ғой саған. Әсеке, ауытсыңдаршы, жұмыстан келген болса екен. Конечно, мен просто диетада отырған адаммын да. Бірақ бәрі дәмді сияқты. Сізге қайдағы диет таки алып барғысыз ғой. Әдемі болу керек та всегда. Жеңдер. Ой, мамалар келді. Құтты болсын, қуаной тамаша үй. Малға толы болсын. Ал, үйлерің құтты болсын. Ну чё, Наташка, қош келдің менің үйіме. Әсет, Да. сен маған ренжіме. Мен жаман болсын деп ойламаймын ғой. Пап, бәрі нормально. Білесіз ғой, мен сізге ренжімеймін. Шынымды айтсам, Жұлдыз сізге қалай сенеді, дәл солай маған сенген қалай. Қиын кезде сізге емес, маған келіп бүкіл проблемаларын айтқан қалай. Мен Жұлдызды никогда ренжітпеймін, папа. Мені олай тәрбиелемеген. Так что ойындамаңыз. Ренжіме, балам. Ренжіме, мен саған сенемін. Олар не істеп жатыр? Сонымен Мұхтарды таба алмадық қой, жоқ болып күтті өзі. Ол Мұхтар деген өзі беспонтовый адам алдында да түсінген, иә? Айтшы. Не ғой, Тадя? В общем, енді по-соседски келіп тұрғаннан кейін енді өзіміз сізге өз еркімізбен дегендей. Не істеу керек сонда? Не ремонт? Енді обычный ремонт қой. Обычный онда қандай? Хай-тек па, евро ма, или анда фык етіп бәрін көтеріп берейік па? Жоға, жай обычный обои, есік, кафель деген жұмыстар ғой. Дұрыс. Тәте, енді біздікі былай ғой, Құдайға шүкір, осы салада жүргенімізге енді 30 жылдан асып кетті да. Қазір мен бүкіш екеуміз бір сөйлесіп алайын, иә? Сосын кеп сізге айтайын онда, иә? Жақсы, аха. Жақсы. Бүкіш? Яма? В общем, 80-ден аламыз ғой? Айда 500-ден, иә? 200-ден. Амайды? Тәте, енді қазақпыз ғой енді. Әдем екен. В общем, 500 мың теңге жасап береміз сізге ремонт. 80 квадратын шығып тұр. Иә, 80 квадрат, иә. 500 мың нормально болды. Я нормально. Қашан бітіресіңдер? Сізге қашанға дейін дайын болу керек? Енді чем раньше, тем лучше. Бір ай болды үйіме кіре алмай жүргеніме. Тәте, онда битейік та, сізге 50%-ын сразу бере салыңыз. Болды. Ұра береміз. Иә, берем ғой. Болды, ары кетсе бір ай под ключ қолыңызға дайындап береміз бе? Жақсы, онда бар договор жасап келейік та? Договор? Тәте, ол договор не істейсіз оны? Өзіміз по-соседски келіп тұрмыз ғой дегенде, өзіміз өз еркімізбен сізге келіп көмек берейін деп тұрғанымыз ғой. Не надо, зачем? Ертең таңғы 7-те осы жерде боламыз ғой. Сіз 6:59-да болыңыз, біз 7-те келеміз, бастап кетеміз. Уайымдамаңыз. Жақсы, онда мен сендерге сенімдімін. Бәрі ойдағыдай болады деп үміттенем жігіттер енді. Болды, Тәте. Дұрыстап енді бәрін жасап беріңдер. Бұл енді души. кіру керек енді. От души жасаймыз ғой, барып шай ішейік онда. Қар үстінде жорғалар, мынау кімнің ауылы, Бөкенбайдың ауылы. Бөкенбай саған не береді? Ешкі сау